Мен мұсылманмын, сен мразьсың. Не проблема деп сұраған да жоқ, уже рұқия оқып бастады. Қылқындырып бастаған кезде мен өзімнің тәнімді жоғарыдан көрдім. Ол маған өмір бақи айтып келді, не де болса Құдайдан сұра деп. Ал сен Құдайдан сұрайсың, а в ответ ничего. И сен уже андай стадияға кетіп бара жатасың, что Құдайды жоқ деп білесің. Менің папам айтқан ғой, сен күнде намаз оқитын болсаң, қадір түнде ұйықтамай 100 ракат намаз оқитын болсаң, сен мамаң тіріліп келеді. 5-6 жыл протяженияда намаз оқисың, мамаң тірілмейді. Діни жолынан ауытқып баратқанымды көрген әкем мені сөйтіп молдаларға тасыды. Басында мен қатты нервоз болдым. Шынымен прям өз әкеңді қылқындырып өлтіріп қоятындай, сен қиналып түс көріп, ойбай, быт-шыт болып жүрмейін. 3 жылдың ішінде точно шығасың сен. 24-ке дейін уже біреудің семьясында отырасың. Мен шынымен де iPad ұстаймын. iPad өзінің қазіргі основной телефоны ба? Иә. Майпо спонсор іздеуде. Хабарда күтеміз. Қош келдіңіздер. Бұл жай ғана сұхбат емес, бұл шындық пен бетперде шешілетін алаң. Бұл жаңа жобамның алғашқы шығарылымы. Бүгінгі қонақ TikTok желісінде миллиондаған қаралым жинап, елге күлдіріп және де қызықты пародиялар жасайтын қыз. Бірақ ол күлкінің артында қандай шынайылық, қандай шындық жатқанын біз енді білетін боламыз. Бүгін біз оның шынайы бет-бейнесін көретін боламыз. Майпо, менің алаңыма қош келдің. Рахмет көп, мені қонақ етіп шақырғаныңа. Бүгін осындай керемет күнде жүздесіп отқаныма қуаныштымын. Жұрт сені TikTokта миллиондаған қаралым жинайтын, елге күлкі сыйлайтын қыз ретінде таниды. Бірақ бұл қыз күнде қалаға 70 шақырым жүріп, әкесіне қолғанат болып қарайтын екені туралы көп адам біле білмейді. Енді менде сұрақ, бұл қорғаныс жүйесі ме, яғни айтқанда TikTokта өзіңізді басқаша көрсету деген сияқты күлкінің артында не жатқанын айтып өтсеңіз. TikTokта менде ешқандай айырмашылығы жоқ. Мен қалай бар, солай көрсетемін, өмірде де сондаймын. Иә, түңілетін өмірден баз кешіп кететін сәттер болады, бірақ бұл менің өмір сүруіме ешқандай кедергісін келтірмейді. TikTokта да қандаймын, өмірде де сондаймын. Бұл проблемалар маған бір ауыр жүк болып жатыр деп айта алмас едім. Иә, менің үйде 75 жасар әкем бар. Мен оның 55 жаста көрген қызымын, жалғыз қызымын. Оның да бауырлары жоқ, менің де бауырларым жоқ. И менің анам осыдан 15 жыл бұрын өмірден өткен. Одан бері менде папамда, енді қазақта айтады ғой, жарты жолда атың өлмесін, жарты жасыңда әйелің өлмесін деген сияқты. Тура сол секілді ода үлкен депрессия болды, но при этом он оставался моим отцом. Соңғы 2 жылдықта ол инсульт алып, сал болып қалды. Екі қол екі аяқ істемей, и бүкіл жауапкершілік маған түсті. Оны қарау сізге как-то қиын емес па, немесе қалай болады жалпы? Иә, қиын, особенно түнде, мысалы сені оятады. Мен өзім негізі өмірімде нытик адамдарды ұнатпайтынмын. Деп жүретін адамдар меня раздражал. Қалай ойлайсыз, мен нытикпін ба? Білмеймін, енді танысып жатырмын. И будто өмір бақи сондай адамдардан қашып, өмірде сондай нытиктардан қашып жүріп, будто Құдай мә саған деген секілді болды да маған. Басқа түсірді. Иә, басында мен қатты нервоз болдым. Шынымен прям өз әкеңді қылқындырып өлтіріп қоятындай чувствода боласың. Но ары қарай уже адамгершілік секілді. Қазір қалай? Қазір үйреншікті ме? Иә, қазір үйреншікті. Орыстарда обыденный нәрсе дейді ғой, орысша. Иә, мен оның одан арман жақсаруына ықпал етіп жатырмын деп ойлаймын. Мысалы, күнде спорттық жаттығулар жасап, хотя бы 1 сағат қасында отырып әңгіме айтуымның өзі. Мысалы, мен 70 километр не үшін сабаққа барып келемін? Неге маған қалада тұра салмасқа? Менде қалада тұратын таныстар көп. Өзім үйім бар қалада, мысалы. Сол жақта тұра салуға болады. Бірақ андай ғой, оларға да қанша өмір қалды дейсің, и мен каждый моментінде олардың қасында болып үлгеріп қалғым келеді. Қала туралы айтатын болсақ, 70 шақырым туралы айтатын болсақ, менің білуім бойынша сізде IELTS 8-де 5, 9 университеттен сіз шақырылу алдыңыз. Сонымен өзіңіздің отказ беру себебіңіз дейікші, айтқанда одан қабылдамаған себебіңіз қандай болды? Тоже әкеңізге қатысты ма? Иә, неге мен отказ бердім? Бірінші, ол менің балалық парызым деп білдім. Себебі менің осы IELTS-тан 8-5, HSK 4-ке тапсыруым, неше түрлі универге тапсыруым, әлемді маған жаңа деңгейде ашып берген әкем еді. Себебі мен әкем ағылшынша еркін сөйлейді. Өте көп деген ағылшын таныстары бар, иностранецтар. И ол маған бір типичный казахский тәрбие берді деп айта алмас едім. Бірақ жастардың көбі сол IELTS немесе 9 университет үшін жұлып кететін еді ғой. Сіз неге сонда қадам жасамадыңыз? Мен өмірге жеңіл қарағаннан шығар. Мен бір нәрсеге қатты баспен кетіп, атсалысып,
деп жүретін адам емеспін. Болды болмады, все дальше кете беремін деген сияқты. Сол кездегі Майпо қандай күйде болды? Ана университеттен отказ беріп жатқан кезде, IELTS тапсырғаннан кейін осындай шыға алмай қалған Майпода ішкі сезімі қандай болды? Бұл менде 2022 жылы болған. Одан бері менде ауыр депрессия болды. Кәдімгідей маған психиатрлар хронический депрессия қойып берді, антидепрессанттар қабылдадым, бармаған жерім баспаған тауым қалмады, молдаларға шейін барып әулиелердің басына қонатын сәтке де сондай сәттерде болып қалды менің өмірімде. Бірақ ол бір бармай қалдым деген нәрседен емес, мен өзімнің құрдастарыммен салыстырып кеттім. Менің класстастарым вообще ағылшынның а әрпін де білмейтін адамдар универде оқып жүрді, мен қалып қалдым, олар шетелге шығып келді, мен қалып қалдым деген сияқты чувство болды. Сонда шыға алмай қалғаннан кейін, IELTS-тан жақсы тапсырып түсе алмай қалғаннан кейін молда аралап жүрдіңіз бе? Иә. Сол ма? Иә. Шынымен де андай болады, күнде ұйықтайсың, не үшін ұйықтап жатқаныңды, не үшін таңертең ұйқыңнан тұрғаныңды білмейсің. Анда ішіп жеп, сиіп деген сияқты ғой. Сондай секілді моменттер болып кетті. Даже төсегіңде жатып, туалетке баруға ерінесің. Өмірдің мәнін іздейсің. Оны маған андай көп оқып қойғаннан деген секілді бәрін білімге жауып тастады, бірақ бір білімнің кесірі болды деп айта алмас едім. Мүмкін сол кездегі Майпо шынымен де ішкі түйсігі бойынша шаршаған шығар. Яғни айтқанда, жаңа дейтін әкеге қарауға, түсе алмай қалғанына, шықпағанына дейік, например. Бірақ менде бір сұрақ, ол былай қараса медициналық түрде депрессия болады ғой, енді антидепрессант, ладно, ол дәрілер, ол болады, но бірақ молданың не қатысы бар? Себебі сен Құдайдан безіп кетесің. Құдай саған мүлде көмектеспей жатқан секілді. Себебі мен әкем намазхан, ол маған өмір бақи айтып келді, не де болса Құдайдан сұра деп. Ал сен Құдайдан сұрайсың, а в ответ ничего. И сен уже андай стадияға кетіп бара жатасың, что Құдайды жоқ деп білесің деген сияқты. Сол үшін менің андай сол әкемнің жасап берген діни жолынан ауытқып баратқанымды көрген әкем мені сөйтіп молдаларға тасыды да. Ішіне бәлкім жын кіріп кеткен шығар. Көмектесті ме молдалар сол бір ситуациядан шығуға? Ситуациядан шығуға жоқ, бірақ өзімді жеңіл сезінуге иә. Себебі менде прям бессонница болды, андай, бірақ олар мені бір Құдайға жақындатты деп айта алмас едім. Иә, өзімді керемет сезіндім, бірақ дальше что деген сияқты көп нүктемен қалып қойдым. Менің білуім бойынша сіз медреседе оқыдыңыз, иә? Но бірақ медреседе оқи тұрып, қалай сіз Құдайдан алшақтадыңыз? Және де алшақтаған кезде вообще ішкі сезіміңіз тоже қалай болды? Өзіңізді қалай ощущали вы? Как так получилось? Менің папам айтқан ғой, сен күнде намаз оқитын болсаң, қадір түнде ұйықтамай 100 ракат намаз оқитын болсаң, сен мамаң тіріліп келеді деп. Иә, 5-6 жасымда сондай немен навязывать етіп тастады өзінің ойын. Содан кейін мен енді 5-6 жыл протяженияда намаз оқисың, мамаң тірілмейді. Уже мен подросток болып бастадым, түсіндім, что адам тіріліп келмейді, мен мамам тіріліп келмейді. Содан кейін, значит, Құдай менің дұғамды қабыл етпейді деген сияқты болды. Содан бүйтіп алшақтап кеттім десем болатын еді. Анаңыз туралы айтып өттіңіз, иә? 6 жасыңызда анаңыздан айырылдыңыз. Ол қалай болды? Сол туралы бір айтып өтсеңіз. Ол өзінің өлімін сезді десем болады. Бізде кәдімгідей семейный триптар болатын кәм, көлік алып бүкіл Қазақстанды аралап, шетел асып деген сияқты. Соның бірінде біз олардың туған жері Оралға, Жәнібек ауданына жеткен кезде, жетпей тұрып жолда будто прокачивал мой мозг дейді қандай болып. Ақаңа қарап жүр, бүйтіп жүр, сөйтіп жүр, ол сенсіз бүйт алмайды, сен ертең оқуыңды бүйт сөйт деген сияқты. Мен просто мимо ушей қалдырып жүрдім. Себебі менде бір мамаға деген не болған жоқ, жақындық болған жоқ. Олар мен әкем екеуі тоже шетел аралап жүретін де, мені үйдегі әжеме тастап кететін. И мен деген сияқты қабылдадым. Но когда все это произошло менің алдымда, жаңағыдай менің көз алдымда, кәдімгі тілі кетіп өліп жатыр адам, жаны шығып бара жатыр, қиналып өліп жатқанын көресің, и сол кезде менде уже деген нәрсе болды да. Сонда сіз былай қарасақ, ата, әже, апаның қолында өстіңіз, иә? Иә. Мен әжем қызым, үйден ағаш апам. Психологияда ерте, егер де бала өзінің анасынан дейік айырылған кезде ерте есейеді дейді, иә? Мүмкін қазіргі сіздің TikTok желісін жүргізіп өзіңізді как-то
маска дейік, иә, бетпердемен жабылған какой-то бір защита десек болады, иә. Немесе сіз қалай ойлайсыз жалпы? Анаңыздың өлімі қазіргі сіздің түсіріп жатқан тиктогыңызға, видеоларыңызға немесе өміріңізге әсерін берді ме? Анамның жоқтығы менің өміріме мүлде әсерін берген жоқ. Тек андай әлеуметтік статусымды просто жартылай жетім деген сияқты. Мектепте мысалы буллингтар болды, мамашылықтар 8 мартқа қатыспайды деген сияқты ше. Сондай нәрселер болған. Әлеуметтік статус болмаса бұлай өміріме әсер етпеді. Себебі есім білгелі мен әжемнің қолында өттім да. Сол маған папам да мысалы ол үйленіп кеткен жоқ. Маған ананы орын басатын бір әйелді алып келген жоқ. Ол маған и шеше болып, и әке болып менімен сөйлесуге тырысты. Осуждать еткен жоқ. Барма, кетпе, отырма, тұрма. Вообще типичный қазақский тәрбие болған жоқ, бір сөзбен айтқанда. Енді мистикаға келетін болсақ, сіздің анаңыз 6 жасында қайтыс болды, иә. Менің білуім бойынша, сіздің айтуыңыз бойынша сізде қасиет ұстаған адамдар болды. Сол туралы бір өзіңіз айтып өтсеңіз, ары қарата жалғастыратындай. Менің шешем тәуіп болған. Бірақ біреуге дуа жасап қара сиқырмен айналысты деп айта алмас едім. Кәдімгі қазақилыққа салынған спичкмен, адыраспанмен аластап, сондай Құран сүресін оқып беріп, ата бабам мен қолым емес деген сияқты сондай нәрселер болды да. Менің әжем айту бойынша, қазіргі менің өмірден бүйтіп қиналып баз кешіп жүргеннің бір себебі сол типа арқаң бар, арқаң ана қасиет ұстау керек, жолды қуу керек деген сияқты. Бірақ мен скептически отношусь. Мистикаға келетін болсақ, сіз ойламайсыз ба, жаңа дейтін әкеңіздің қазіргі ситуациясы, анаңыздың бұрында болған ситуациясы, оның бәрі бір-біріне қатысы бар, связаны деген сияқты. Соның бәрі мистиканың кесірінен болған деп. Менің ойымша, бәлкім әсері бар. Бірақ ол андай ұрпақтан ұрпаққа берілетін нәрсе да. Ол менің әкемнің ауруына, қазіргі состояниесіне бір әсері бар деп айта алмас едім. Қазіргі папамның әсері енді, конечно, өзінің 63 жасында ма, әйелі қайтып кетті, жарты жолда дымсыз, бауырсыз, ағайынсыз, доссыз, әйелсіз қалып қойды деген сияқты ғой. Солған әсер етті деп ойлаймын, басқа жоқ. И он сам по себе такой адам, андай деп жүре беретін ше. Одан арман енді это аффирмация ғой. Мен өзім сондайға сенемін. Мен всегда өзімді мен күштімін, мен жолым болғыш деген сияқты есім білгелі сөйтіп келе жатырмын да. И ол мен өміріме әсер етіп келе жатыр. Мен де мен көремін, құдай деп сөйтіп жүретін болсам, бәлкім мен де өмірім сондай болып қалатын бет деп ойлаймын. Мен де дәл солай ойлаймын. Сіз осы бойыңызда қасиет бар десек, соны қабылдауға өзіңіздің көзқарасыңыз, желанияңыз қалай? Жоқ. Маған мен қазірдің өзінде қарапайым адам болып өмір сүріп жүрмін деген күннің өзінде маған ауырлық сезіммен бір жүкпен сезініп жүрмін да. Білесің, сен біреудің қасиетін қарайсың, мысалы адам көріп барасың, сен оған көмектесу керек, емдеу керек, оның ата бабаларын көріп тұрасың. Ой, жоқ. Еще плюс мен айттым ғой, по-любому маған әкемнің сіңірген ислами тәрбиесі қалып қойды чуйкамда. Мына жақта ол күнә, анау күнә, мынау күнә деген сияқты по-любому ұстап тұрады мен ішімде. Сіз күлкіге салып айтқаныңыз, мен даже карта ашсам, сол орындалады деген сияқты, жаңа өзіңіздің тікелей эфирлеріңізде сол туралы айтып өтсеңіз, қалай болды вообще, картаға қатысты не ол еді? Андай да, маған менің подругам сөйтіп карта ашады, жігіттерге ашады. Қай жігіт нормальный деген сияқты. И маған ашып береді, осындай бәрі попадается, вот реально, он мамсик, он такой, он мындай, ақша жоқ, проблема көп, махаббат жоқ. Сосын айтамын, маған карталарды, обычный игровой карталар ғой, сөздер болады ғой, карталардың бір өзінің мағынасы болады. Мағынасы. Сол мағыналарын ашып көрді, сосын үйге барамын да, подружкам, давай көрейікші саған деген сияқты көреміз, анау точно попадается. Сосын қой дедім. Пока ананың азартына кіріп кетпей тұрғанда жоқ деп. Мүмкін сол қасиет сол жерде ойнатып жатқан шығар сізді көрсетіп дейтін керек затты. Мен соны сразу ойладым, ойыма сондай нәрсе түсті. Сосын өзіме жоқ дедім. Потому что менде андай нәрсе болды, осы 5-6 жыл бұрын ба, қызым қасиет ештеңе қабылдамай қойсын деп, мен папам кәдімгідей орыс бақсыларға, молдаларға вдруг мынандай шынымен шешесінің қасиеті келіп тұрса, жоқ деген сияқты жауап тастаңыздаршы деп мені апаратын, әлі есімде. Сонда неге деп сұрайтын ғой, если я могу на этом зарабатывать десем, ертең бай алмайды ғой деген сияқты қылып. Мүмкін, шынымен де. Ал сол молдалар, қасиет бар адамдар сізге көмектесті деп ойлайсыз ба? Қазір дейтін қасиет жоқ па сізде? Жаңа әкеңіздің қалауы орындалды ма сізде қасиетті кетіретіндей, ұстанбайтындай? Иә деп ойлаймын. Себебі бір түсімде біреу кіріп, мені қинап, қабылда, или өмірім бәрі бір каша болып жатыр деп айта алмас едім. Керісінше мен өзім саналы түрде
осы жолды таңдадым, өмір сүру деген. Мгм. И сол жолмен келе жатырмын деп білемін. Қасиетті ұстанбасаңыз, осының алдында қасиетке қатысты сіздің өзіңіздің мысалға сәттілік дейік, иә, адамой дейтін, немесе удача дейміз, иә, орыстарда дейтін, өзіңіздің қасиетіңіз сізге көмектесті деген ситуациялар болды ма сізде? Иә, менің өмірімде андай сәттілік, маған папам есім белгілеп бата беретін, сабаққа баратқанда, жортқанда жолың болсын, сенің жолың жеңіл, сен жүрген жеріңде жолың болғыш О деген да сияқты. бір аффирмация ғой. Иә, себебі ата-ананың балаға жасаған дұғасы қабыл. Ол дінде де бар, былай да бар, бүкіл батыстың, шығыстың психологтары да соны айтады. Ол қалай менің, мысалы, басқа подругаларыма қараймын, андай да шешелер, ойбай өлесің, болмайды, ойбай бүйтесің, шынымен де ана қыздың жолы болмай қалады. Потому что олар бір жаман оймен айтпайды, просто сондай оларда ойнап қалған миында. Соны ауызбен айтып қойғанның өзінде шынымен де қыздардың жолы болмайды. Орыстарда мысли материальный дейді ғой. Иә, сөздің қасиеті бар, құдіреті бар. Жақсы сөз жармырыс деген. Сөз сүйектен өтеді. Сразу сөз туралы мақалдар кетті. Шынымен сол әсер етеді. Менде ол қалып қойған. Мен жүрген жерімде бір қорықпаймын. Кетіп қала салам, бара салам, и менде бір артында мынандай болмай қалса ше, мынандай болып қалса ше деген ойлар келмейді. Негатив вообще келмейді. И соған қарай да мен өмірім солай болып жатыр деп ойлаймын. Жоқ, вот қасиет көмектесу мүмкін, удача, сәттілік, өзіңіз соған келсек сол сұраққа. 2024 жылы наурызда мен қатты ұйықтай алмай, быт-шыт болып, андай бір шизик сияқты болып кеттім. Мен папам түрімен мен күзетеді. Потому что менде уже суицидный мысли болып бастайды да. Суицидный мысли. Мен жаным таппай жатырмын. Тыныштық таппай жатыр. Қарапайым ұйықтай алмай жатырмын деген сияқты. Ол психологиялық себеп пе, немесе неден пайда болды деп ойлайсыз? Мен антидепрессанттан деп ойлаймын. Антидепрессант ішуге себеп болады ғой сол кезде? Білмеймін, бірақ сол моментте мен ол кезде ұбт-ға байланысты телеграм каналдар жүргізіп жүремін. Бір оқушы жазады: саламатсыз ба, осы таңғы сағат 4-терге таман, саламатсыз ба, маған осындай математикадан кеңес керек, айтып жібересіз ба? Кеңес беріп жатыр. Сосын айтады: сіз неге ұйықтамай жатсыз дейді. Мен өлейін деп жатырмын, қайдағы ұйқы? И ол тұрады да сразу автомат: біз жақта Сарыағашта осындай бір керемет молда бар, сіз келіңіз, мен папам айтам, папам қарсы емес. Мен бірақ ана баланың не еркек не қыз екенін білмеймін ғой, не аватар күш жоқ, кіммен сөйлесіп жатқанын білмеймін. Сосын айтамын ғой, қой, мен ондайға сенбеймін, мен андай уже стадия атеизма, скептический сондай болып жүрді да өзім. Дымға сенбей, не Құдай мені құтқаратын болсын, не құтқармай жатыр деген сияқты. И таң сағат 7 уақытында маған 2 жыл бұрын қарыз болған подругам 70 000 теңге салып жібереді. 70 000 теңге. Мен үйдегілерге айтам: барсаң бар дейді. Тура сол күні обедте Шымкентке жолға шығып кетемін. Шымкенттен ары қарай Сарыағашқа жетем. Жеттім деймін. Мені бір ұзын бойлы жігіт қарсы алып тұр ғой. Мен сонда да бір жаман ой дым кетіп жатқан жоқ. Ойбай мені ұрып кетеді, зорлап кетеді деген нәрселер жоқ та. Отырғызып: саламатсыз ба, қалыңыз қалай? Үйіне барсам мамасы деген, енді залды бүйтіп стол жайқайтып қойған, ыстық тамақ бәрі. Түнгі сағат 12-1 шамасы. Сол кезде мамасы да: ой, сіз апай емессіз ба, я деп, ана баламен сол моментте атын кім? Сол жақта танысып жатырық. Сөйтіп жүріп екеуміз әңгіме айтып отырық, айтатын: осындай молда таң сағат 5-тен 7-ге шейін қабылдайды. Барып очередь алу керек. Біз таң сағат 4-терге бардық, очередь алдық. Мен очередьті күтіп отырмын ғой. Сондай молда болып тұр ғой, очередь болады. Иә. Отырмын, бәрі күшті болып кетіп жатқан сияқты. Кезек маған келеді. Не проблема деп сұрағанда жоқ, уже рұқия оқып бастадық. Қылқындырып бастаған кезде мен өзімнің тәнімді жоғарыдан көрдім. Сондай состояниеға түсіп кеттім. Мен анадан қорқып кеткенім қатты соншалықты. Мен сол күні қайттан Алматыға қайтып кеттім ғой. Ары қалған жоқпын. Алматыға қайтып келдім, бірақ өзімдікі өте керемет сездім, жеңіл сездім. Себебі мен түсімде шешем шақырып жүрді. Ты не скучаешь по мне? Идем ко мне. Өзі орысша сөйлеп қалған әйел еді. И мен анадан ояна алмай жүрген кезде. И сол моментте күшті болып қалдым. Ойлаймын: барайын ба, бармайын ба деп ойланып жүремін. Сонымен жазда тағы барам. 10-15 күнде оқытылам, жақсы болып қалам. Бірақ сонда да бір психологический ғой, по-любому. Жеңіл, бірақ мида ғой бүкіл проблеманың бәрі ше. Шынымен де сол кезде көмектесті. Көмектесті. Содан бері ол кісімен әлі араласам, даже мен қайтқан кезде де қолыма ақша ұстатып жіберіп, құрт май салып жіберіп, өте керемет кісілер. Магия сонымен көмектеседі. Сәттілік бар, удача бар. Қалай сенбейсің, мысалы айдаладағы бала таң сағат 4-те маған хабарлама жазып тұр, мені құтқарып тұр.
Мен қазір сізге қарап отырмын да, как будто бір 2023 жылы, примерно дейік, 3-4 жыл бұрын сізде бір сол кездегі ситуация дейік, депрессия түсіретіндей, сол кезде антидепрессант ішетіндей дейік, например, болды. Тоже жаңа дейтін, мүмкін содан кейін жаңа карта ашқан кез ситуация болды. Короче, периодически уже события менің басымда құралып жатыр да, жайлап дейтін. 2023 жылы сол антидепрессант анау болды, жаңа дейтін, өзіңіз депрессивный состояние болған, выгорание болатындай. Оған қайтып келеміз. Сосын арқата жаңағы ситуация болды, қазіргі осы айтып өткен дейтін молдаға қатысты. Сосын қазіргі ситуация, жаңа карта ашқан деген осы 1 жыл бұрын дейік, например, 2023-те менің көруім бойынша сіз махаббаттан қиналдыңыз, депрессия мүмкін содан басталды дейік. Себебі мен 2022-ның бітуінде мен шетелге оқуға кетпей қалдым. 9 универдің бәріне отказ бердім. Универге тапсырған жоқпын. Просто былай қылып қалдым. Сол моментте мен ұбт-ға дайындалып жүрген кезде, бір баламен сөйлесем, ол менің сол моментте қиналып жүрген состояниемді былай шығарып алды да. Потому что күнде переписка, күнде звонок, ухаживание. Моральдық түрде. Бәрі болды. И ол 2023 жылы ноябрьде тура мен туған күнде просто меня послал. Жоғалып кетті. Жоқ, осылай болды, мен сенімен сөйлеспеймін, болды, все, давай. Типа деген сияқты қылып. Содан бастап кетті. Демек, жаңа дейтін ұбт, сосын жаңа 9 университет газ, ол сияқты қалуыңыз, сосын жаңа жігіт бәрі бір жылы жиналып, 1-2 жылдың ішінде содан кейін сізді сондай состояние 2024-те түсірді, Мен өзімді жұмысқа салып көрдім. Жұмыста көрейін, вдруг андай бір проблема ойлауға, өмірді ойлауға уақытым болмайтын шығар деген сияқты. Но маған керісінше әсер етті. Мен жұмыста өзімді, қараш, мен IELTS-ым 8-5 бола тұра, мен складта жұмыс істеп жатырмын. Мен IELTS-ым 8-5 болды, мен ауылда жүріп жатырмын. Менде неге анау деген. Өзіңізді қабылдау дейміз, не деп айтамыз. Или қабылдамау мүмкін. Сол, бірақ мысалы TikTokта маған комментариялар жазады. Вообще көрініп тұр ғой, у нее самооценка осындай, либо ум, либо красота деген сияқты, самооценка проблема деген жоқ. Мен өзімді қалай бар осылай қабылдадым дегенде қабылдайтындайдым болған жоқ. Менде просто өмірімде болып жатқан сынақтар проблема алып келеді, бірақ внешность, түр, әлпет, өмірлік состояние. Қазір демек ондай қатты сізді беспокоить, волновать етпейді, бөтен адамдардың ойлары дейік, мысалға дейтін. Уже өмірлік опыттан үйрендіңіз, Вот еще қалай айтса болады, мен недавно 1-2 күн бұрын ғана өзімде шынымен де жан тыныштығын сезіндім. Деген сияқты спокойствие. Сол ойлаймын да, неужели маған 4 жыл уақыт керек болды, мен осы психологқа, психотерапевт, психиатрға барып, антидепрессант, молда, тәуіп, әулиен басына қонып, бәрі осы болу керек пе, чтобы мен просто әшейін осылай сезіну үшін де ойлаймын да. Неужели просто былай бола салатын нәрсе ғой, ал мен 4 жыл қиналдым деген. Сонда осы жылы сіз осы айда дейік, например, облегчение сезіндіңіз ішкі дүниеңізде. Ал бірақ қазірдің өзінде сіз дейтін жаңағы энергия кетіресіз. Мысалға қайттан басына оралсақ, әкеңізге қарау дейік, оған бір энергия кетеді. Мысалға ішкі жан дүниеге, сосын арғата 70 километр жаңа осы қалаға келу тоже энергия кетеді. Шаршамайсыз ба сонда қазір? Бұл мен әкем маған мотивация. Күнде сабаққа барып келуіме, өмірден түңіліп кетпеуіме, TikTokта өйстіп күліп жүргеніме, потому что сен жарқырап жүр. Өйстіп қалай барсың солай жүр. Өзің тік ұстап жүр, басың тік ұстап жүр. Күнде мысалы қазір ауырып жатыр, соның өзінде ол маған сондай сөздер айтып үлгеріп жатыр да, мысалы ше. Мүлде шаршамаймын. Әкеммен қарау, ол болу керек процесс деп қабылдаймын. Иногда бывает обидно, вот именно мысалы TikToктан бір әкесі жап-жас ұзатып жатқан видеолар шықпасам білейін деген сияқты, или бір әкесі 18 жасында машина алып беріп жатқан видеоларды көрген кезде деп қалатын кездер бар. Вот осы ситуацияға қатысты қалай ойлайсыз, қашан үйленесіз? Яғни айтқанда кеш болып қалмай ма деген сұрақ, конечно. Негізі менің андай матрицамда карта ашқандар, мен папамның айтуы бойынша менде 21 жас болған, но 21 жас это осы жылы, но мен бұған морально дайын емеспін. Осы жыл тиіп кету керек. Негізі мен жұлдыздарым айтуы бойынша бірақ жоқ, тиіп кететін болып тұрған жоқ. Себебі жоқ, папамды тастап кету маған проблема емес. Себебі үйде мен 85 жасар әжем бар.
мен папама, мен мысалы таңнан кешке шейін қаладамын, сабақ, жұмыс, и қарайды папама. Мен просто папамды душқа түсіремін, түнде туалетке шығарамын, анау мынау, абылай тамағын беру, киіндіру, бүкіл процесс менің әжемде жатыр. Сол үшін ертең екеуі екі замандас бір-бірін түсінеді. Мен кетсем де оларға ешқандай проблема жоқ. Олар мен жолын байлап тұрған жоқ. Бірақ ерте ме кеш пе бұл өмірлік неден шығасыз ғой. Яғни айтқанда осы бір алаңнан дейміз, осы бір ситуациядан шығасыз. Ертең 5-6 жылдан кейін Майпол қандай болады? Сіздің қазіргі ішкі ешкімге айтпаймын деген амбицияңыз қандай? Өзіңізді қаяқтан көргіңіз келеді дейік мысалға. Қазір жайлап TikTok дамытып бастап, көп адам уже таниды ғой, былай қарасақ дейтін. Мүмкін TikTok жалғастырасыз, мүмкін резко бөтен жаққа бұрылып кетесіз деген сияқты. Не болады, қалай ойлайсыз? Ішкі жаныңызда амбиция қандай? Менде негізі жоспарлар өте көп. Өзім неше түрлі салада байқап көргім келеді. Себебі андай ғой, өзіңнің любимый нәрсеңді табу үшін бәрін дәм көру керек. Алдыңа 10 тамақ қояды, сен қайсысын жақсы көресің, сен айта алмайсың ғой. Бәрін дәм көріп болғаннан кейін айтасың да. Меніңше, мен өзім Әсел Амангелдіден мотивация аламын. Нағыз мен үшін қазақ қызының бейнесі. Мен де болашақта осы ағылшын тілін, не только ағылшын тілі, бүкіл тілдерді қазақ жастарына сіңіру процесінде жұмыс жасағым келеді. Одан бөлек қазір маған кино индустриядан ұсыныстар түсіп жатыр, кастинг директорлары хабарласады. Бұл менің шынымен де мен өзімді байқамай жүр екенмін ғой, оказывается, люди замечают во мне то, что я не вижу деген нәрсе ше. Әлеуметтік желінің дәмі тәтті ме екен? Негізі мен негізі мүлде комментарий, запрос тым оқымаймын. Менде уақыт жоқ, шынымды айтайыншы. 70 километр барып келесің, шаршап қаласың, деп қаласың, үйге барасың, әкеңмен возиться етесің деген сияқты. Ал мысалы қыздармен чатурлетка кіріп қалам, или көшеде көріп қалам, бәрі де үлкен мужиктардан бастап, қарындас, давай, жарасың, осы қарындас жақсы көремін, осы молодец деп еркектердің өзі сөйтіп айтып отыр. Қазір көбінде андай ғой, однотипный тиктокерлер болып кетті ғой. Бәрінде липсинг, қыздарына вип казашки. И олардың 80% комментарийді еркектер, которые үйінде, грубо говоря, жарайды. Түсіндің ғой, короче. Сіз соның өзінде олардан өзгешесіз, бірақ өзгеше бола тұрып, аудиторияға қызықсыз, яғни айтқанда адам тарта аласыз, Бірақ мен жаңа сонша зат айтсаңыз да, ішкі беймәлім адамдарға ешкім білмейтіндей амбицияны естіген жоқпын. Что вы хотите вообще алдағы уақытта? Я просто хочу жить. Жить. Болды, а не выживать. Мен мына қазақтардың құрып берген матрицасын ашқым келеді. Дұрыс. Бізде жасап қойған ғой, мектепті обязательно 11-ші класс бітіру керек, универге түсу керек, универ бітіргеннен байға шығу керек, бір жылдың ішінде бала тууың керек, одан кейін декреттен шығып болғаннан кейін қайтадан госслужбада жұмыс жасау керек, и сосын пенсияға шейін жұмыс істейсің да, пенсияға шығып болғаннан кейін өліміңді күтесің. Типичный. Осыдан 11-ші класс бітіріп бір жыл өзіңіз іздеп көрші, ойбай еріншек оқығысы келмейді дейді. Байға шықпай қойшы, ойбай, анау неше түрлі анаған таныстырып кетеді, мынаған таныстырып кетеді. Короче, сенің мына біз көріп қалған сценарийдан сәл ауытқып кетсең бітті. Сен отброс общества боласың. Сен өзгешесің. Мен әкеме сонысына рахмет айтамын да, мен универден шықсам бола ма десем, жүрегің тыңда. Мен шетелге барсам бола ма? Жүрегің тыңда. А мен 18 жасында байға тиіп кетсем ше, жүрегің тыңда деген сияқты қылып ше. Бірақ ол маған кері, мындай обратный сторонасы болды. Маған егер де әкем жоқ, көтің қыз, бүйт, сөйт десе, мен өмірім басқаша болар еді деп ойлаймын. Ол маған таңдау еркін беріп қойды, мен анаған бір жапсам, мынаған бір жапсам. Енді қазіргі мына әлеуметтік желінің дамып тұрған заманында көрінген нәрсе, маған мысалы пилоттар шығатын болса, мен пилот болғым келіп кетеді. Полицейский шығатын болса, полицейский болғым келіп кетеді. Деген сияқты ғой. Ауытқып тұрасың өзің сондай. Біздің негізінде көзқарасымыз бірдей екен. Мен де сөйтіп ойлаймын, нужно уметь отличаться. Яғни айтқанда бір өмірлік сценариймен емес, Совет одағынан қалған бөтен жолмен жүрген дұрыс. Жаман сұрақ қойдың ғой, маған интересно, блин, сенен сұрап көру керек деген сияқты. Мен шынымен маған қандай возраст шығып тұр? Замужество. Замужество. Да. Давайте көреміз. Давай. Жоқ, қазір. Мен көре аламын. Мурашки. Мен де қалтама дайындап келдім. Баркен. Тема. Капец. Көрейік Майпал. Ертең қиналып түс көріп, ойбай, быт-шыт болып жүрмейін. Маған қара.
Сен жалпы өзің қашан тұрмысқа шыққың келеді, қай уақыт саған ыңғайлы деп ойлайсың? Алдағы 3-4 жылдық. Алдағы 3-4 жылдық. 3-4 жылдықта үлгермеймін деп ойламайсың ба? Қазіргі бастаған затына. Менде асығыстық жоқ. Мен андай уже өмірден мынадай алып кетіп біреудің баласы асырасын де. Вариант көп қазір. Пока не вариант, мен дейтін, жанында, конечно, жігіттер бар, которые нормально не істейтін дейтін, но мен бірақ көріп тұрған жоқпын, то, что они серьезные деген сияқты. Просто уақытша өтпелі кетпелі адамдар. Менің ойымша, план бойынша 3 жылдың ішінде точно шығасың сен. Да? Қазір 21-десің, иә? Аха. 24-ке дейін уже біреудің семьясында отырасың. Десе өмірден түгіл кетсің, одан арман. Алла. Мен шынымен де iPad ұстаймын. Иә, достар. iPad туралы сұрау керек шынымен дейтін. iPad өзінің қазіргі основной телефоны ба? Иә. Неге телефон алмай жүрсің дегендерге ақша қоймай жүрмін, спонсор іздердің десең. Майпо спонсор іздеуде. Хабарда күтеміз Майпоға. Бірақ енді білейін, мысалы маған айтады да, мен сенің орнында болсам, Қазақстанды менсінбей кетер едім деген сияқты ше. Сен жеті тіл білесің, айлсың мынандай деген сияқты. Сондай сөздер маған кейде әсерін береді. Ойланып қалам. Не Америкаға көшіп кетпейсің деп. Бір оңай нәрсе айтқандай айта салады оларда. Но если былайынан тікесінен қарайтын болсақ, мен ертең Америкаға барып алып, шетелге барып алып, өз ісімді маған бастап дөңгелетіп алып кету қиын болады. Неге? Себебі біздің қазақтар қолдауды біледі. Қазір тиктоктың екінің бірі, мен декреттегі анамын, мен женская солидарность деген елін бәрі қолдап жүреді бір-бірін. Мысалы, алдыңғы күннің өзінде мен стримда клубника в шоколаде жасап отырмын да, просто жасап отырмын. Давай Мағрипа осын сатсаң аламыз деп ше, короче ше, сатып көрші давай деген сияқты. Сен не сатсаң да аламыз, айтамын ғой. Мағрипаның биоматериалымен. Иә. Сонымен айтамын ғой, мен дамбалым сатсам да аласың, дамбал сатсаң да аламыз деген сияқты. И мен де мынандай болды, мен тикток бастадым. Мен о себе не заявляю вообще, просто там өтірік болсын, шын болсын, деп күліп әйтеуір бір нәрсе әкете беремін, пародия болсын. И маған оқу уақытын төлеу керек болды осы январьда. Ақша жоқ. Папама кредит бермейді уж. Өзімде кредит бермейді, то же самое, стоп кредит қойып тастағам. Алып соғылады. Да, жоқ сонда да. Не буду рисковать деген сияқты. И не істерімді білмеймін, стримге отырамын. Айтамын, осылай да осылай. Менен ағылшын курс сатып алыңдар. Мен ағылшын оқытам. Платформа бәрі бар, с нуля до IELTS деген сияқты. Елдің бәрі поддержка береді да сатып алады. И мен бір 5 сағаттың ішінде миллион теңге тауып кетемін ғой. Қанша клиент алдың вообще онда? Бір 200 шақты адамға саттым. 200 шақты адамға? Дайын онлайн курс? Иә, платформа ғой. Платформа. Соны сатып жібердім. И мені қазақтың қолдауы деп ойладым сол кезде ше. Мен ертең мысалы Америка, менен ағылшын аласың ба өзің? Құмашы десе. Сен өзіңді таныту керексің, дәлелдеу керексің. А менде мында дәлелдейтін ештеңе жоқ. Америкада хуизис дей ма сонда? Сондай болды. Содан кейін мә дедім. Мен пока өзімді өсіргенше осы қазаққа қызмет етпей қоймаймын деген сияқты зоктар бар ғой. Тура сол секілді. Сонда 1 айлық емес, 1 жылдық оқу уақыты шықты ма сонда? Бір сатқаннан? Иә. Әдемі. Халықтың, қазақтың поддержкасы мықты негізі. Қазірдің өзінде мысалы мен стримде отырамын, давай Каспи номеріңді айтшы, саған подарка жіберейік деген сияқты. Менде сондай болды. Бір Жасик деген бала, рахмет Жасик деді. Тұрды да маған 8 мартқа алды да 20 мың теңге салып жібере салды. Тәтелер салып жібереді 10 мың теңге, 30 мың теңге. Деп қаласың да. Танымал болғанның пайдасы көп па екен? Иә. И ойлаймын, менде де танымалдырақ, менен де подписчик көбірек, там түрі випка зашкылау қыздар бар да. Ну, оларда ондай қолдау жоқ сияқты. Мүмкін олар айтпайды шығар. Бәлкім, по-любому это же видно. Деп ойлаймын да. Стримға да басқа тиктокермен коллабец еткен кезде Майпо қайда деп там мені сұрап жатады да. И мысалы біреумен батылға шығған десем де адамдар жазады, өзің отыра берші бізбен әңгіме етіп деші. Ешкімге кірмей ақ қойшы, осы өйстіп отыра берші деп. Айтамын ғой, менде бүгін әңгіме жоқ десем, сен әңгімені тауып аласың қазір, өйстіп отыра бер. Халыққа сонда истинный ашық жүзді Майпо ұнайды, иә? Иә. Ну, любой адамға сондай адам ұнайтын сияқты. Мен өзім мысалы адамдар болды, ішімдегін шығарып ал, ақтарып ал, тауып ал деп отыратындар. Просто қазір бәрінде жаңа бетперде
ал бүгін бізде бетпердесіз Майкл бәрі дейтін андай өтірік өзінің өмірін көрсетеді, то что дейтін бәрі жақсы, бәрі күшті, бізде дейтін ондай не жоқ деген сияқты. Мүмкін халық дейтін ашық адамды, который ашық әңгіме айта алатын, ашық өзін көрсете алатын адамды көргісі келеді, потому что көзі үйренбеген жаңа өтірік неге өмірге шынайы адамды көргісі келеді. Одан бөлек жаңағыдай мен елдер ұқсап контент үшін вообще өмір сүрмеймін. Қарамай мән бермейді екен. Өзіме өзі өсіп жатыр, салам кетеді болды деген сияқты. Сол үшін мен бүкіл аудиторияма рахмет айтамын. Сонда да әйтеуір мен бір апталап жоқ болып кетсем де қайда айфон деп іздеп тұрады. Мен білуім бойынша сенде бірінші видео жаңағы қамажай туралы өтті. Бірінші күн телефонсыз, екінші күн телефонсыз, үшінші күн уже қазақи келді. Сосын ары қарай уже бізде образ обществолар туралы видео атып кетті. Негізі маған салсам болатын еді. Мен қалай айлсын 8/5 алдым деген видеолар. Немесе мен міне с первой попытки права алдым. Новый ЖК-дан 70 квадрат үй алдым. Әкемді Меккеге жібердім. Деген сияқтыларды салуыма болатын еді. Но зачем? Таких много. Халыққа қызық то, что у тебя не получилось деген сияқты. Дейтін 9 университетке отказ берген қызық халыққа. Айлсын 8/5 алып бөтен жаққа кетпегенің қызық. То, что дейтін наоборот сен как будто дейтін арт жағынан келіп отқан сияқтысың да халыққа дейтін. И мен любой адамға айтамын да, өмір бітіп қалған жоқ. Өмір енді басталып жатыр. Бізде андай ғой, бұл өмірде жақсы не жаман деген нәрсе жоқ. Қандай жол таңдасаң да, ол сенің ішкі философияң. Сенің көзқарағынша мен вообще қалай, менің жолым қалай? Сен мені более-менее таныйсың дейік сыртта, иә? Сыртта көрсетіп жатқан затым мен қазір қалай вообще? Мен туралы ойын дейікші. Өзің жолын тапқан адам деп білем. Себебі өзің жолын тапқан адамдар сразу көрініп тұрады. Ешкімде шатағы жоқ. Өзің жолымен әйтеуір еңбектеніп жүреді. Ал өзің жолын таппағандар, қараң бүйтіп жатыр, мынаны сөйтіп жатыр деп сөйтіп жүретін. Өзім бір марқайып қалдым ғой, өзіме жақсы сөздер еститін. Любой адамға жақсы сөздер жағады. Иә, жақсы сөзге жыланда үннен шығады дейді ғой. Жаңа мысалы менің өмірімде, мысалы айлсызда мен с первой попытки 8/5. SAT тоже, с первой праван тоже там. С первой попытки. Любой жерде жүрсем сондай. Бірақ қандай да, бір қадам жетпей тұрған сияқты. Мысалы, права бар, машина жоқ. Айлс 9 емес. Неге 9 емес деген сияқты ғой. Бәрі сондай да. Неге 9 емес бір малюсенький қадам қалып тұрады, жетпей тұрады. Бірісі жеткізбей тұрады. Мен қазір көруім бойынша, мен өзіне осы бір подкасттан, как будто үлкен не алып отқан сияқтымын өзіме, өмірлік опыт дейік. То, что мен негізінде асығыс жүретін адам, как будто ештеңе үлгермей жатқан сияқтымын, тағы да басқа деген сияқты. Жаңа дейтін өмірді сүріп қалу керек, өмір негізінде ондай тез болмайды. Мен қазіргі түсінуім бойынша, көруім бойынша, енді мен сенен хочу услышать, халыққа не жеткізгің келеді, не айтқың келеді. Яғни айтқанда, өзін бір какой-то өмірлік опытынан, жизненный опыт дейді ғой, содан өзін түсінген бір зат дейікші. Құдай үшін жақсы не жаман деген ұғым жоқ. Жақсы жаман деген адамды, чувствоны біз өзіміз адамдар шығарып алғанбыз. Біз алмағаш секілдіміз да. Біз алмағаш мысалы жеміс береді, біреуге көлеңке, біреуге азық, ең болмаса таза ауа береді, фотосинтез. Бірақ ол мен қазір алмасын жеп тастап кетіп, оны қиратып кетсем де, ол маған сен неге маған рахмет айтпадың деп айтпайды. Неге сен мен сындырып кеттің деп ренішін айта алмайды. Себебі ол өзін біліп тұр. Мен адамдарға көмектесуім керек, мен өзім жолымдамын. Я на правильном пути деп сондай, өз біліп тұр. Оған ризық та Құдайдан келіп тұрған біледі да. Оған ризық қалай келеді? Жаңбыр болып келеді, күн болып келеді деген сияқты. Ол қыста жеміс бермейді. Көктемде енді бүршік атады. Яғни ол Құдайдың жазып берген периодтарынан, мезгілдерінен өтіп жатыр. Біздің де сондай мезгілдер болады. Қыста, мысалы, қыста алмағаш өспейді, тура сол. Біздің де стопта тұрған моменттер болады. Шынымен. Енді бүршік ататын, гүлдейтін, жеміс беретін моменттер болады. Просто біз түсінуіміз керек та, біздің әлі мезгіл келмейді. Дұрыс, өте дұрыс. Деп қана біз қарауымыз керек. И мысалы өзіңде чувство болмау керек. Андай, мен андай мен адамдарды мұсылмандар көп қой енді. Мен өте күнәһар құлмын, андай-мындай деген сияқты. Мен мұсылманмын, сен мразьсың. Осындай болмау керек. Иә, ондай да болмау керек. Себебі Құдай саған сенің деміңнен де, сен ойлағаннан да жақын да. Ол білет сен не туралы айтатыныңды, не туралы ойлайтыныңды, не сезетініңді. Просто біз ойлаймыз, бізді әлі естімеді, бізге әлі жауап келмеді деген сияқты. Жауап болады. Жауап болады.
бар да, бірақ ол саған қандай образбен келіп тұрғанын білмейсің. Бәлкім дәл қазір сен көшеге шығып кеткен кезде сенің басыңнан ағаш құлап өліп қалуы мүмкін. Еді. Иә. Бірақ каким-то образом сенің ішіндегі бір чувство, өмірге деген, Құдайға деген сезімің сол нәрседен аман алып қалып тұрған болуы мүмкін деген сияқты ғой. Сақтансың сақтайды дейді ғой қазақта шынымен. Ол да бар. Мысалы, екеумізде де егер де саған маникюр нормальный, күнде гель покрытиемен жүру нормальный болатын болса, мен үшін не нормальный болуы мүмкін да. Яғни неге маған ондай мысал? Жоқ. Мысалы деп жатырмын да. Или дәл қазір бізден алдымыздан біреу келіп бір бала садақа сұрайды. Сен ойбу мынаның өмірі қарашы, деп ішің жаны ашып кетуі мүмкін. Немене менің комфортымды бұзып, ол маған келіп менен садақа сұрап жатыр мүмкін. Яғни жақсы, жаман деген нәрсені біздің ішкі түйсігіміз оятады да. Мысалы, біреуге универге түспей қалу ол норма, а біреуге универсіз өмір жоқ деген сияқты. Әркімнің құндылығы әртүрлі, біз сол құндылықты Құдайға байлап тастаймыз да. Жақсы жаман ол адамның қалай айтсам болады, сезімнен туады. И біз сонда Құдай үшін бұл жаман ғой деген сияқты. Құдай бізге берді, мысалы, берген парыздарыңды орындасаңдар, ол не үшін деді? Мына дүние үшін емес, ақыреттерің үшін дейді ғой жаңағыдай ше. О дүниеде, если хотите хорошую жизнь, делайте то деген сияқты қадамдар белгілеп қойды. Біз оны мына дүниеге алып аламыз, жүрекке салып аламыз. Бұл сәл жолдан қиып кетсек, мен онша емес құлмын деген сияқты. Орыстарда не суди, судимый не будешь дейді. Вот как раз соған келтіріп тұрған сияқты. Бүгін менің алдымда өмірлік опыты өте көп, және де осындай жас болса да, осындай ситуациялардан өткен мықты жауынгер қызды көрдім. Келесі бағдарламада жолыққанша сау, саламат болыңыздар.